Бүгін қымбатты оқырмандар, қазіргі кезде жастардың арасында тұмар тағу сәнге айналуда. Жалпы қазақ халқы үшін тұмардың қасиеті ерекше. Жалпы қазақта жаугершілік заманда алыс сапарға шыққан кезде мойындарына тұмар салып, туған жердің бір уыс топырағын салып жүру ырымы болған. Сондықтан да ұлтымыз үшін тұмар ерекше саналады. Ал бүгін біз сіздермен бірге тұмардың жасалу жолын үйренетін боламыз. Олай болса, бізге тұмарды жасау үшін қажет болатын заттар: біріншіден бау, ине жіп, қайшы және кішкене былғарыны пайдаланатын боламыз. Тұмар жасау үшін кез келген ескі былғарыдан кішкене бөлігін алдық. Енді сызғышпен фломастердің көмегімен әр қабырғасын 6 сантиметрден өлшеп 3 бұрыш қиып аламыз. 3 бұрыш жасаймыз. Енді міне жасалған 3 бұрышымызды қазір қиямыз. Қайшыны пайдаланған кезде үлкендердің көмегімен кәне жұмыс жасаңдар. Өйткені қайшы, ине жіп қауіпті. Сондықтан да бұл затты жасар кезде міндетті түрде ағаларыңның, әпкелеріңнің, ата-аналарыңның көмегіне жүгінетін болыңдар. Міне біз 2-3 бұрышты дайындап алдық. Енді бұны бір-біріне беттестіріп тігетін боламыз. Тігу үшін біз ине мен жіпті пайдаланамыз. Қайталап айтамын, кішкентай оқырмандар, ине мен қайшымен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар. Тек қана үлкендердің көмегі арқылы тігетін боламыз. Өстіп шетін қайырып отырып тігеміз. Бір-біріне жапсырып отырып, шеті қайырылып тігілген тұмарымызға алдын ала дайындалған бауымызды тағатын боламыз. Бауды да тұмарға ине жіптің көмегімен бекітетін боламыз. Міне біздің қарапайым жолмен жасалған тұмарымыз дайын болды. Жалпы тұмарды өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады, немесе бауын басқа әдемі баудан жасасаңыздар да болады. Сондай-ақ басқа да қызықты заттарды жасап үйренгілеріңіз келсе, кітапхана қорындағы саусағына бал тамған кітабын алып қарауды ұсынар едім. Қымбатты оқырмандар, жасампаздық пен жаңарудың жаршысы болған, береке мен бірліктің бастауы болған әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілейік. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.